Сәлем достар, сен бүгін Арайка, және де бүгін бізде көріп отқан шығарсыздар, не түсіретінді біліп тұрған шығарсыздар, иә. Сол видеоны түсіретін боламын. Бізде ол видеоның аты YouTube'дан қалай тез дамуға болады, және де топ 20 кеңестер айтатын боламын мен сіздерге. Ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бірінші, ол бізде әрине де обложка дұрыс болу керек. Обязательно болу керек ол бізде, обложкасы дұрыс болу. Егер сіздер видеоларыңызға обложка қоймай жасасаңыздар, ол бізде обложкасы дұрыс емес. Обложка жоқ қой ол видеоның. Соны ешкім көрмейді, просмотр жинамайды, лайк та жинамайды, комментарий де жинамайды. В общем, обложкасы ең маңызды нәрсе. Бірінші, обязательно обложкасын ашып, бәрін жасап алу керек. Екіншісі, видео монтаждау. Мысалы, сіздер қандай приложение монтаждайсыздар? Мысалға, мен иншотпен монтаждаймын. Ал сіздер ше, біреуі капкутпен монтаж жаса, ал біреуі иншотпен монтаж жаса. Сондай приложениемен, тағы да басқа приложениемен монтаждайды. Себебі негізі иншоттың тегін несін басып алсаңыздар өте күшті болатын еді. Ішінде бәрі тегін болады. Видео монтаждауда бәрін дұрыс монтаждау керек. Бүйтіп, тез өткізіп жасамай, ақырындап монтаждау керек. Өйткені ол бізде видео монтаждау, ол да тоже маңызды нәрсе. Себебі оны адамдар көреді. Мынау қызық па, мынау қызық емес па деп көреді. Ал егер қызық емес болса, вообще көрмейді. Ең біріншіде адамдар обложкасына қарайды. Ол сурет, және де обложкасындағы смайликтер, жазылған сөздері, мысалы, рум-тур деп тұрады ғой. Сосын рум-тур деп, мысалы, қандай неге рум-тур түсіресіз? Бассейнге ма, әлде үйіңізге ма? Сол рум-тур дейсіз да, үйдің суретін қойып қоясыз, немесе бассейн суретін қойып қоясыз. Сосын астына тоже жазу керек тағы да. Бүйтіп, рум-тур бассейнге деп жазып қою керек, немесе рум-тур үйге. Менің үйіме деп жазып қойсаңыздар болады. Сосын үшіншісі ол бізде тегілер. Теги, мысалы, мен Арайка қазақша контент деп қоям тегиімде. Және Майнкрафт деген теги. Ошын сондайлар. Тегиді қалай қою керектігін келесі видеода көретін боласыздар. Сол себептен осы видеоға 100 просмотр жинасақ, енді тезірек шығады. Сол себептен жинатсаңыздар. Және мен бұны не үшін айтып жатырмын? Өйткені мен бұны видеоны 100 подписчик жеттім, білесіздер. Жаңадан келіп отқан адамдар, мені білмейтіндер, менің бұрынғы видеомды қарап, басынан бастап қарап, соңына дейін көрсеңіздер болады. Ол мен видеоларын білмеймін, негізі өзіме ұнайды. Сіздерге ұнай ма? Соны комментария жазып кетіңіздер. Мен видеоны қалай түсірем? Күшті түсірем ба, әлде онша емес түсірем ба? Соны комментария жазып кетсеңіздер болады. Және ол төртіншісі ол бізде көңіл күй. Көңіл күй. Адамның көңіл күйіне байланысты YouTube болады. Мысалы, менің көңіл күйім қазір күшті болып тұр. Сол себептен видеоны кәдімгідей күшті айтып жатырмын. Өйткені менің оқырмандарым маған поддержка береді. Қолдау көрсетеді. Сөйтіп қолдайды. Күшті түсіресің видеоны деп жазады комментарияларға да тоже. Көңіл күй не үшін маңызды деп ойлайсыздар? Мысалы, қараңыздар, 1000 видео түсірсеңіздер, оны адамдар онша көрмейді негізінде. Ал егер көңілді, прикол, қызық нелерді видео түсірсеңіздер, оны бәрі көреді. Мысалы, мен сүйікті блогерім Медет Жанабай. Ошын видео күшті түсіреді, маған прикол ұнайды негізінде. Ал одан кейін және де тағы басқалар ютуберлер бар. Көңіл күй негізі маңызды. Сосын 5-ші орында. Таңертең тұру. Достар, таңертең тұрып видео түсірсеңіздер өте тамаша болады. Сол себептен таңертең тұрып видео түсіріңіздер. Сосын күндеріңіз сәтті өтеді, және де ютубтарыңыз да сәтті өтіп бастайды. 100 подписчик жетеді, немесе одан да асып кетуі мүмкін. Мен сағат 8-дерде тұрып түсіріп жүрмін видеоны, өзім сөйтіп түсіріп жүрмін. Бірақ енді қазір ондай емес болып қалдым. Алдында солай түсіріп жүргенмін. Ол осы 100 бір бәле болып кетті подписчигім.
және де бізде таңертең тұру да маңызды. 6-шы ол бізде ниша. Ниша деген ол бізде білесіздер ғой, ниша деген не екенін. ютубтың кішкентай фотосы. Бүйтіп шығасыздар ғой. Кіресіздер ғой, андай төбеде тұрады ғой, нелеріңіз, аттарыңыз, ютубтың аты тұрады. Сосын ол жақта сурет бар. Суретке басасыздар, ең төбесіндегі сурет тұрады. Сол ең маңыздысы. Мысалы, сіздер қараңыздар. Оған, мысалға, сіздер YouTube аккаунтынан атып, мысалға айтайын. Кім деп қоясыздар? Футбол ойындар деп қойсаңыздар, футбол ойнап жатқан адамдардың суретін қойсаңыздар болады, нишаға. Ал ниша негізі маңызды нәрсе, білесіздер ма оны? Кейбір адамдар оны білмейді. Ол маңызды, бәрінен де маңызды нәрсе ниша негізінде. Одан кейін обложка, одан кейін YouTube видео монтаждау. Ал енді жетіншісі, ол бізде қолды қозғалып сөйлеу. Мысалы, мен қазір қалай түсіріп жатырмын видеоны? Әрине де қолымды қозғалып сөйлеп жатырмын. Және де қолымды қозғалтып, бүйтіп қимылдарды көрсететін сіздерге. Сол себептен қолды қозғалтып обязательно сөйлеу керек. Ол тоже дамиды, білесіздер ғана. Екіншісі ол бізде андай, мысалы, сіздер скороспен қоясыздар ғой, видео монтаждаған кезде скорс қоясыздар. Сосын андай картошка шатқан сондай қоясыздар ғой. Сосын оған өлең қосу керек обязательно. Бірақ оның өлеңнің авторский правасы басқа біреу болуы мүмкін. Сосын сіздің видеоңыз вообще просмотр жинамайды, және де ол банға кетеді ютубыңыз. Сол себептен музыканы дұрыстап таңдаңыздар, және де авторский правасы бар ма, әлде оны басқа біреудікі ма, соны да біліп алыңыздар. Егер сіздер өздеріңіз телефондарыңыздан ән қоссаңыздар да болады негізінде. Мен не жетпеймін. Бұрында сөйткем ғой, бір авторский права шығып кетті, оны өзім жөндеп қойдым. Ол бізде күнде видео салу. Мысалы, сіздер қараңыздар, бір күн видео салып, сосын бір күн видео салмайсыздар. Ойлаңыздаршы, сосын рейтингтен түсіп кетеді. Сосын бір күнде бір-ақ видео салу дұрыс емес. Бір күнде 3 видео салу керек, немесе 4 видео салу керек. Сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар, 3 видео или 4 видео? Мен ойымша, мен 4 видео салғандықтан, мен ойымша 4 видео салу керек бір күнде. Себебі ол ютубтың дамуына, және де подписчиктердің көп болуына көмектеседі. Және достар, видеоны бүйтіп түсіріңіздер, бүйтіп, телефонмен ше, кәдімгідей. Мен жаңа телефон түсіріп жатқанмын, сол себептен басқа біреудің телефон жоқ тұр. Бүйтіп түсірсеңіздер болады. Сосын ол бізде телевизордан дәл көрсететін болады. Мен бұрында соны білмедім, сол себептен енді болды ондай. Подписчина аямау дегендей. Видео түсірамайсың деп жазған адамдар да болды, хейтерлер. Бірақ бәрібір енді алға қарай жүреміз ғой, айтқандарына бола, кетпейміз. Шашырап. Бізде 10-шы YouTube подписчиктерін жақсы көру. Мысалы, қараңыздар. Мен YouTube подписчик, 24 подписчик жеткенде мен биледім, я. Ошым сөйтіп, 24 подписчикке, 100 бір бәле подписчикке жеткен соң билеймін. Себебі ол не үшін? Өйткені мен дедім, көңіл күйін көтеру үшін билеймін. Және де менің олар жақсы көретінді біледі. Содан сол арқылы біледі подписчиктер. Подписчиктер жақсы көру керек, құрметтеу керек. Ал кейбір ютуберлер бар, я? Мысалға, айтпай-ақ қойын енді. Атын айтпай-ақ қойын, бірақ бар да енді. Мақтаншақ, неше? Ешандай. Подписчиктен жақсы көрмейді. Боғауыз айтады, сондай подписчик, сондай ютуберлер де бар, мен көріп жүрмін. Мен подписчиктен жақсы көремін, мысалға, рахмет айтамын, мысалы, 100 подписчик жеткенде рахмет айтамын, 24 подписчик жеткенде де рахмет айтамын. Дұрыс сөйтіп рахмет айтып жүру керек, достар. Сосын бәрі сіздерді жақсы көреді, сіздерді қолдайды, рахметін айтады. Мен мысалы алтыным деп айтамын ғой, я, подписчиктеріме. Мен өйткені подписчиктерін жақсы көргендіктен сөйтіп айтамын. Рахмет деп айтамын. Бізде достар тоғына келді. Шан дегенде. Ой, ұмытып кеттім. Достар, мен қазір қаншасына келдім? 10-ға келдім, я, енді 11. Достар, қалай сіздерге видео ұнап жатыр ма? Егер видео ұнап жатса, алдын ала лайктарыңызды басып, комментарий өз пікірлеріңізді жазып, және тіркелуді ұмытпаңыздар. Қалай қалай кетті? Иә, тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді қанша қалды?
Бізде тоғынай мындай кола келді. Міне достар, каосын шоқ. Сіздерге айтамын. Және түшес кішкентай оқыған ба, не оқыған? 11-ші жол бізде еркін отыру. Мысалы, еркін. Ютубта еркін отыру қандай? Қатқамай, олшын. Қозғалып, сөйлеп отыру керек. Өйткені ол YouTube сосын подписчикті көбейтеді. Және де просмотрларды да көбейтеді. 12-ші. Жалқау болмау керек. Мысалы, қараңыздар. Тоже бағанағыдай. Мысалы, бір күн видео салып, одан кейін видео салмай, тағы видео салып, одан кейін видео салмай. Олшын. Сөйтіп жүрмеу керек. Ойын болсын, хотя бы салып қою керек. Өйткені ол да тоже просмотрларды көбейтеді. Бұл себептен жалқау болмаңыздар. Мысалы, жалқау деген обедтен ұйықтайтын, телефон ойнай беретін, ұйқыға түспей қоятын, тамақты опырып жей беретін, сондайлар білесіздер ғой жалқау деген екен. Сондай болмаңыздар. Және де 13-ші бізде YouTube студия басып алу. YouTube студия дегеніміз ол бізде өте маңызды нәрсе, себебі тоже YouTubeға байланысты нәрселерді сояқтан көресіздер. Мысалы, бір комментарий жазса, сояқтан келеді, төбеден тез келеді. Және де жауап беріп отырсаңыздар да болады. Сол себептен YouTube студияны обязательно басып алыңыздар. Ол тоже күшті приложение, алдында айтқан болатын приложениені YouTube студия туралы. Көріп отырыңыздар. Кола ішеміз ба? Кола ішіп Мен кола ішіп алайын десең. Elm. Қазір айтам, бәріміз ішедік. Өзі кола ішпейсің ба? Бірінші кола ішейікші. Ішесіз ба? Маған ба дені оны? Жоқ, бәріміз. Тастаймын. Просто осыны ішесің ба? Біздің кола ішеміз. Және достар, осындай. Мынаны ішеміз. Өзім жақсы. Жай Кола ішемін. ішпеймін. Точно ма? Точно. Жылап жүрмеш кәз? Әлі ерасыл бізге біздің мешел сатып қойдық. Магазин қалай екен? Ыстығымыз. Ыстық екен ғой? Ыстық екен? Иә. Бірақ тез ақ келді. Достар, кеңестер мынау жатыр ма? Мынау жатқан жоқ па? Мен 3 видео сақ қойыппын ғой? Яғни туғанай бізде 3 видео салды. Бірақ кейбір кезде бірақ видео салып қояды. Өйткені шаршап қалама, өліп қалады. Үйтпеу керек. Өйткені идея жоқ. идея жоқ болғады кейбір кезде. Сол себепті сіздер де өздеріңіз идеяларыңыз комментария жазып отырыңыздар. Маған керек болады, ол тоже. Достар, және де артқы нәрсеге мән беріңіздер. Мысалы, мен арт жағым нормально болып тұр. Сол себептен осы жаққа түсіріп отырмын әпсе. Ол жақта шытылып жатыр. Артқы жақ маңызды, өйткені сіздер мына жақта отырасыздар. Айбет болып ше, сосын арт жаққа шылатса, жаман болып көрініп қалады. Магазинде сежна бар. Сол себептен солай түсіріңіздер видеоны, иә? Кім? Әлі. Және де 14-ші бізде Әкеш ішімге отырсың. Дәм тұрға. Есің ба? Кола ашып отырып, әңгіме айтсаңыздар болады. Ютубқа тоже нормально болады. Және де пайдалы приложение сондайлар айтсаңыздар болады. Ол тоже нормально. Жып жылы ма? Аразын алдым ғой. Онда магазин істеймін. Қандай магазин екен? YouTube жақсы көру керек. Мысалға, сіздер күнде видео салып тұруларыңыз керек, ол тоже маңызды. Ау? Мен өзім сондай болғандықтан саған айтып жатқанмын ғой. Өзім сондаймын, сол себептен айтып жатырмын. Күнде видео салу керек. Видеосын күштілеп монтаждау керек, обложкасын дұрыс қою керек, теги жазу керек, астына описание жазып қою керек, описаниесін тоже жағынан көшіру керек. В общем, солай. Дәді бүгін мен каналымда кола туралы мәлімет. Достар, және де күнде пост жасап тұру керек, ол обязательно. Өйткені адамдар оны көрмей қояды әпсе. Мысалы, сіздер қараңыздар. Мысалы, мен андай күнде жасап жүрмін ғой.
жақын арада достар, бүгін менде жақын арада ерекше жаңа видео шығатын болады деймін да, сүресін қойып қоямын, өйткені ол тоже маңызды. Және сосын шыққан кезде андай Ана главный деген аха несін ссылкасын копировать етіп аламын да, ютубқа кіресің да, ссылкасын копировать етесің, бағанағы видеоны салып қойған, сосын соны қоясың да, қазіргі адамдар жақау. аха запись деген кіресіздер постқа, және де сосын бүйтесіздер. Достар, менде бүгін ерекше жаңа видео шықты дейсіздер да, сосын бүйтіп астына андай бар, птичка бар, сосын сөйтіп қоясыздар да, астына бағанағы сілтемені қоясыздар, сосын видеосы шығып тұрады, сол жақта адамдар көреді, сосын сіздер жақсы көріп, в общем, көре береді күнде. Және де ойнату тізімдері бар. Ол? Достар, ол да бізді ойнату тізімдері бар. Мысалы, менде ойнату тізімдері көп. Уже жасап қойған бәрін, 24 сағаттық видеолар, вайп, в общем, кукинг, в общем, сөйтіп жасап қойғанмын. Сол мен ойнату тізімдерін көп кісінде болады. Сөйтіп обязательно жасап қою керек, ютубер болғандықтан. Ол да тоже маңызды нәрсе. Ютубта бәрі негізі маңызды нәрсе, ол маңызды нәрсе жоқ ішінде. Мысалы, қараңыздар, бүйтіп жазасыздар. Ойнату тізімдеріне кіресіздер. Көрсетіп шығайын ба енді қазір сөйтіп. Давай, көрсетіп шығайыншы. Енді біз ютубқа кеттік. Және достар, екен міне біздің жақта. Мынау міне бізде плейлист деп тұр ғой, я. Бізде осы плейлист. Міне посмотреть все дейміз. Мен плейлистен жасап қойғам уже. Ұнағандар. Міне қараңыздар, топ 10 песни, топ 10 кукинг. Шортс видеоларын осыға саламын, подписчик би осыға саламын, даму жолдары. В общем, өйстіп мен істеп қойғам, бәрін жасап қойғам. Сіздерге қалай жасайтын көрсетейін ба? Бүйтесіздер міне. Создат... Ой-ой-ой. Жоқ, қоймыз екен. Мысалы, менде салынбаған видеоға не істейміз? Ол мен 133 болыпты ғой подписчигім, прикиньте. Мысалы, мен қай видеоны салмадым яқта постқа? Новидан шыққан видео салмадым. Қандай видео? Мынаны салдың ба? Жарасы соғысаған жоқсың. Аха, достар, мен қазір бүйтіп плейлист ашайыншы сіздерге, көрсетейінші кәдімгі. Бүйтеміз дағы. Мынау не болып тұр ғой, басынан көрсетейінші. Добавить в плейлист деп тұр ғой, мына біреуді басамыз. Осыны басамыз. Сосын новый деп басасыздар. И сосын мынаны егер бәрі көрсін десеңіздер, бәрі көреді. Ал егер ешкім көрмесін десең, ешкім көрмейді. Ал егер ссылкасымен кірсін десең, ссылкасын. Және достар, мен жүріп кетіп алдым. Білмей толмай тұрып кетті. Енді мен қазір бүйтеміз, достар. Достар деп еттім ғой дейгі. Және де біз енді неқа, мысалы, бұл сіздер қандай видео не істеп атсыздар, мысалға. Кукингті салып атсыздар ма, новый плейс ашу үшін, әлде андай Майнкрафт ойындарға ма, сөйтіп жазып қойсаңыздар болады, ойындар деп. Мен қазір не саламын, андай Майнкрафтте жаза саламын, өйткені мен Майнкрафтты не істейін деп жатырмын. Аға, салайын деп жатырмын, достар. Сол себептен міне перейти к плейлистті жасамыз. Міне өйстіп жасап қойдым. Атында жазып қойдым, осылай. Кім комментарий жазып қойған? Достар, біреу комментарий жазып қойып көрейікші. Кім жазып қойды екен? Мен үшін маңызды комментарий. Давайте көрейік. Қазір да Майнкрафт ойнайсың ба деп бір жазып қойыпты. Достар, мен Майнкрафт ойнайын ба, оны мен өзім білем. Сол себептен менде осылай плейлист жасайсыздар. Білдіңіздер ме? Осылай плейлист жасайсыздар. Міне келді ғой YouTube себебім. Бірінші ютубқа келіп өзім көріп қалмай болды. Енді шығамыз. Мен телефонда не бар деген видеоны күтіп отырсыздар ма десең. Енді осылай. Енді камераға кеттік. Түсіндіңіздер ма, плейлист қалай ашу керектігін?
егер түсінбесеңіздер, оны келесі жолы жеке қылып түсіретін боламын. Ол видеоны түсіндіңіздер ме? Белгісіз, білмей тұрмын мен сіздерді. Достар, сіздер комментарий жазсаңыздар, мен оқимын сразу. Өйткені сіздің комментарийлеріңіз маған мен үшін маңызды. Комментарий ашып қою. Мысалы, подписчиктеріңіздің идея несі жазып жіберуі мүмкін. Сол себептен комментарийлеріңізді ашып қойыңыздар. Мен комментарий ашу деген видео түсіріп қойғанмын. Сол видеоны көріп кетіңіздер. Баяғы түсіріп қойғанмын, оны көрмесеңіздер, егер көріп кетіңіздер. Комментарий ол бізде оқырмандардың ойы. Біз үшін маңызды. Иә. Егер оларға біздің видеомызды ұнамады деп жаза салады сразу. Өйткені өзінің ойы. Иә, өзінің ойы. Жеке ол өзінің жеке ойы. Миы. Ал қалғандарына ұнауы мүмкін. Иә, қалғандарына ұнауы мүмкін. Күш түсіреді. Бірақ оған. Иә. Ұзақ видео түсіру. Мысалы, иә, мысалға мен білесіздер ғой. Ең бірінші видеом ұзақ болмады. Ал екінші видеом тоже ұзақ болмады. Үшінші видеом ұзақ болды. Содан просмотрлар жиналып, лайк жиналып болсын, комментарийлер жиналып кетті. Солда маңызды, ұзақ видео түсіріңіздер. Кішкентай түсіріп қоймаңыздар, ол ешкім көрмейді, қызықсыз дейді. Кетіп та болды. В общем, кірмей қояды. Сосын тек қана ойын түсіре бермеңіздер, 20-сы ол бізде. Тек қана ойын түсіре бермеу. Мысалға, сіздер күнде ойын түсіре берсеңіздер, ол негізі болады, бірақ Бақтауының сіз аккаунт ашып, сосын астында не тұрады ғой? Жазу. Ояқта 20 сағат видеолар деп тұр. Бақсы түсірем. Иә, достар, Майнкрафтпен мысалы мен Майнкрафтпен бірге андай біріншісі влог түсірем да, сосын одан кейін Майнкрафт салып жүремін. Сосын тағы бір түсірем да, тағы Майнкрафт салып жүремін. Сосын мен бір күнде 2 Майнкрафт түсірем, себебі ол дамуына көмектеседі негізінде шынымен де. Жай қарапайым болу керек. Ол обязательно мақтанбай андай болмау керек ондай. Және де егер осымен менің видеом аяқталды. Егер сізге видео ұнаса, лайктарыңызды басып, видео қалай болды? Соны комментарий жазып қойыңыздар. Сіздермен болған Марика, келесі видео жолыққанша сау болыңыздар.